Сәлем достар, Супер келіншектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге банан қосылған печенье жасайтын боламыз. Құрамы қарапайым, осылай 5 қана зат кіреді. Оңай әрі тез дайындалады. Ал ендеше бананды печенье дайындауға кірісеміз. Ең бірінші бананымызды ыдысымызға саламыз. Қатты пісіп кеткен банан болса да болады, уже балалар жемей қойған банан болса да болады. Еземіз вилкамен, шанышқымен. Бананымызды езіп алдық. Енді мұнда сармайымызды саламыз. Сармай бөлме температурасында болу керек. Сармайымызды салдық, қантымызды саламыз, араластырамыз. Енді мұнда ұнымызды, қамыр қопсытқышымызды саламыз. Бір кетіп қамыр илейміз. Бір келкі қамыр пайда болғанша араластырамыз. Яғни қамырымызды илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді аздап қолымызды майлап аламыз. Бір кусочегін алып шарик жасаймыз. Осылайынан қойып шығамыз. Енді печеньелерімізді қыздып тұрған пешімізге 150-180 градуста пісіретін боламыз. Шамамен 10-15 минут деп айтайық. Пештің қызу температурасына байланысты әр пешті әрқалай піседі, сондықтан үнемі бақылап отырыңыздар. Біздің печеньелеріміз дайын болды, әлі ыстық. Тарелкамызға саламыз. Қараңыздар, нәтижесінде жұп-жұмсақ осындай әдемі печеньелер пайда болады. Ой, әлі ыстық. Мінекей. Қараңыздар. Дәмі деген енді өте керемет. Бананның дәмі кәдімгідей сезіледі. Міндетті түрде балаларыңызға пісіріп беріңіз, өзіңізді және жақындарыңызды дәмді тағамдармен қуантыңыз. Сонымен достар, біздің 5 қана заттан тұратын өте оңай печеньеміз дайын болды. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіз, өзіңізді және бала-шағаңызды қуантыңыз. Балаларға сөзсіз ұнайды. Баршаңызға ас болсын. Менің балапаным ұнай ма?